ғасыр жаңа дәуірін бастаған Бейімбет Майлиннің орны ерекше. Бейімбет Майлин қазақ әдебиетінің көрнекті тұлғасы, қоғам қайраткері, ұлт болашағы үшін қаламын қару еткен қаламгер. Оның шығармалары мен ойлары халықтың тұрмыс-тіршілігін, арна-мақсатын, күресін негізделді. Әдебиетке деген адалдығы мен шыншылдығы арқылы Майлин ұлт руханиятына өшпес із қалдырды. Бейімбет Майлиннің туындылары біз үшін асыл қазына. Бейімбет Майлиннің бірнеше туындылары әйелдің текстілігіне арналған. Осындай өзекті мәселеге арналған шығармалардың бірі «Шұғаның белгісі». «Шұғаның белгісі» Бейімбет Майлиннің 1914-1915 жылдары жазылған повесі. «Шұғаның белгісі» повесінің идеясы қазақ жастарының бас бостандығы мәселесін көтеру, қоғамдағы әлеуметтік қайшылықтар мен әділетсіздіктерді әшкерлеу. Шығарманың тақырыбы әлеуметтік теңсіздік, әйел теңсіздігі. Шаруа отбасынан шыққан мұғалім Әбдірахман өз заманының көзі ашық серісі болған. Бір отырыста Әбдірахман мен Шұға көрісіп, бір-біріне ғашық болады. Сол отырыста Шұға Әбдірахман жаққа қайта-қайта көз қырын салғанын халық байқаған. Көбірек жүздесіп, білісудің нәтижесінде бұл екі жас бірін-бірін көрмесе тұра алмайтындай нәтижеге жетеді. Бірақ әрине, бұл Есімбек байға ұнамайтын. Өз қызының кедей жігітіне көз салғанын жақтырмаған, онымен қоса өзінің Ғани дейтін құрдасымен менде ұл болса, сенде қыз болса, құда болайық деген серті бар еді. Сол серттен аттап кету Есімбек үшін өліммен бірге тең болған. Солай екі жастың қосылуына қарсы болып, Әбдірахманға жала жауып, айдатып жібереді. Бұған күйзелген Шұға айықпас дертке ұшырайды. Қызының халіне қиналған Есімбек болысқа айтып, Әбдірахманды амалсыз босатады. Әбдірахман алып ұшып, сүйікті Шұғасын көруге асығып келсе, қайран ару жарық дүниемен біржола қош айтысқан екен. Оның өзіне жазып қалдырған хатын оқып, көз жасы көл болады. Мұның бәрі бүгінгі көзге белгілі оқиғадай, жаттанды тақырыптай болып көрінгенмен, көркем прозасы әлі де қалыптасып үлгермеген заманда, тіпті алғашқылардың бірі болып, жаңа европалық үлгідегі проза жанрымен салған жерден мұндай көлемді көркем дүние жазу тек Бейімбет Майлин секілді хас таланттың ғана қолынан келетін шаруа еді.